Атақты рыжий алмаз лақабатымен танымал Нәсіпбай Нәсенов өзінің қылмыстық мансабын өзіне рекетшілер келгенде бастады деген аңыз бар. Ол ақша сұрағандарды жеңіп, өзі ақша боп салып кеткен деген аңыз бар. Алайда қылмыс әлемінің серкесі қылмысқа жақындығы одан да ертерек басталған болатын. Осы туралы бейнемізде толығырақ айтып өтейік. Нәсіпбайдың туған жері Қазақстан, Семей. 1961 жылы 21 наурызда дүниеге келген екен. Сол кезде әкесі Болатбек Нәсенов отбасымен бірге тұрған. Бірақ Алмаз туылғаннан кейін 2 ай өткен соң әкесі әйелімен ажырасып кетіпті. Бала қырқынан шыққан соң ол Павлодарға кетіп қалған екен. Ал Нәсіпбай Нәсеновтың анасы болса баланы алып Бішкекке кетіп қалыпты. Ол жерде нағашысының қолында 2 ай тұрған екен. Ел арасында Нәсіпбай Нәсенов Қырғызстанда туылды деген әңгіме бар. Ол осыдан шыққан болу керек. Бірақ негізі Сары Алмаз Семейде туылған екен. Сол жерде өскен. Анасының ұлты қазақ, Семейдің Абыралы ауданының Арғын руының тумасы екен. Кезінде аталар 30 жылдардағы көтерілістерге қатысып, қудалау болған кезде Қырғызстанға жер аударыпты. Әкесі ажырасса да айына 1 рет демалыстарда баласымен көрісіп тұруға барып тұрады екен. Осындай барған кездерінде өз сөздері бойынша Алмаздың анасы үйіне бір тәртіп сақшысын ертіп алып жүреді екен. Онысын бұрынғы күйеуі арақ ішіп алды деген желеумен жасаса керек. Ол кезде Болатбек Нәсенов әлі 24-тегі жас жігіт болатын. Полицейлер іштің бе деп бір иіскеп қоя салады екен. Сонымен осылай жүріп бір күні горуправлениенің бастығы бұл кісіні өзіне шақыртып алыпты. Алмаздың анасы күйеуінің баласына келуін ұнатпаған көрінеді. Сөйтіп әлгі бастық баласына қайта-қайта бара беруін қойсын деп кеңес беріпті. Айтуынша, анасының туысқандарының біреуі қалалық сот, тағы біреуі облыстық сотта істейді екен. Соттатпай тұрғанда тайып тұр деп айтқан екен. Әкесі амалсыздан 2 жыл баласына жолығуын қойыпты. Одан соң басқа әйелге үйленіп, басқа отбасы құрыпты. Кейінірек Алмаз 13 жаста болғанда әкесі Алматыға көшіп кеткен екен. Содан мүлдем араласпай, хабар ошақсыз қалыпты. Нәсіпбай Нәсенов туылғаннан кейін 21 жыл өткен соң анасы әкесіне хат жіберіпті. Ресейдің ортасында орналасқан Красноярскіде Нәсіпбайды 5 жылға соттатып жіберіпті. Айтуынша баласы ауырып қалған. Сол себепті оған ақша керек болып жатқан екен. Әкесінің ақшасы болмай баласының отқан колониясы туралы ақпаратты алып, Мәскеудегі ықпалды танысына біліп берші деп жолыққан екен. Олар сұрастырып беріп келесідей жайт анықталыпты. Баласы Красноярскідегі бір колонияда Черный деген біреудің тобында болған екен. Содан бір төбелеске қатысып, одиночный камераға қаматып қойған екен. Ол жерде туберкулез ауруына шалдыққан. Сөйтіп әкесінің танысы оны түрмеден ауруханаға көшіріп, ісін қараса, баласы тап-таза алдын сотталмаған. Әлгі төбелеске кездейсоқ кіріп кеткен. Содан соң әлгі танысы баланы ақтап, әбден емдеткен. Содан баласы бір күні әкесіне хат жазыпты. Хаты 7-8 бет болған көрінеді. Онда қиялдап, кім болғысы келетініне дейін жазған. Алмаз әкесінің тірі болғанын білмеген екен. Анасы қайтыс болған деп айтқан секілді. Содан анасы басқа күйеуге тиген соң Алмаз көп қиындықты басынан кешкен екен. Әкесінің айтуынша, өгей әкесі Алмазға қол жұмсауға да барады екен. Үйінің шатырында далада қонып шыққан күндері де болған көрінеді. Бішкекке де кетіп жүрген кездері де болған. Бірақ сонда да Семейдің мектебін бітіріпті. Сонымен баласы әкесінің қасына келіп тұруға рұқсат сұрады. Сөйтіп Алмаз әкесінің үйіне көшіп келеді. Алмаздың көкесі сол кездері мемлекеттік қызметте беделді таныстары болған екен. Сөйтіп Алмазды ауруханаға жатқызып 1 жылдай емдетеді. Әрі қарай әкесі Алматыға тіркеуге тұрғызып, сонымен Алмазға жұмысты тауып береді. Бірер уақыттан соң әкесі қараса, баласы бірнеше кооперативтер құрылуының басында тұрған екен. Елді бизнестің сол кезде ең алғаш басталған кезі болса керек. Содан Алмаз бірте-бірте бизнесменға айналыпты. Ол тұста бірнеше миллион кредит алған бизнесмендерге келіп, қарызын қайтара алмаса заңсыз жолмен күштеп мүлкін тартып алып, кредитін жапқызатын күзеттердің акционерлік қоғамдары пайда болған екен, дейді Нәсеновтың әкесі. Алмаздың әкесінің сөзінше, баласы осындай акционерлік қоғамдарға керісінше акционерлік қоғам құрған екен. Олар бизнесмендерді осындай бір күзетшілерден қорғап жүріпті. Бұлайша айтқанда Криша болған. 1992 жылы Алматыда Нәсіпбай Нәсеновке қатысты 3 бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оған суық қару сақтады, салық төлеуден жалтарды және ауқатты азаматтардан ақша боп салады деген айыптар тағылды. Алдында Нәсеновтың әкесі қаржы министрлігінде істеген кезде Атырауда өз орнына бір жігітті қойып кеткен екен. Сол жігіт бір күні оған хабарласып, оған құқық қорғау органдарынан Нәсіпбайдың бір салықты төлемегені туралы қағаз келген екен. Сол кісіге осы қағаз бойынша жауап беруін сұрапты. Әлгі кісінің орынбасары әкесін таныса керек. Нәсіпбай қалай қылса солай жаз депті. Ол болса, Нәсіпбай төлеген, бірақ бізге төлемеген деп жаздыруға мәжбүрлеп жатыр депті. Әкесі арын барса жазба, арын барса жаза бер депті. Сөйтіп жүріп салық төлеген деп жазып жіберіпті.
Сонымен Нәсіпбайдың салық төлемеген деген бабын алып тастаған екен. Ал кейінірек әкесі ішкі істер министрінің орынбасары мен сотқа барып Нәсенов туралы ақпарат беріпті. Бұдан соң одан суық қару туралы бабында алып тастапты. Ал 3-ші бап бойынша оны 5 жылға соттап Павлодарға жазасын өтеуге жіберген. Әкесінің айтуынша Павлодарға барып алмас түрмені санаторий қылып жіберіпті. Одан Нәсіпбай жазасын Маңғыстауға өтеуге жіберіліпті. Онда да түрмелерге азық-түлікті техниканы үйіп тастаған екен. Сары Алмаздың әкесі Болатбек Нәсенов бұл Нәсіпбайға деген қарсы әрекеттер артында Рахат Әлиев тұрды деп айтады. Павлодар мен Маңғыстаудағы түрмелерде жазасын өтегеннен кейін күзет компанияларын құрып кәсіпкерлікпен айналысады. Сары Алмаз 1998 жылы 31 мамырда Барселонадағы виллада атылды. Артында 2 қызы және 1 ұлы қалыпты. Жалғыз ұлы Ситора Назарова деген әнші келіншектен екен. Бір Гүзел деген қызы татар ұлтты әйелінен туылған екен. Одан бөлек Нәсіпбай Украинаның бір жігітімен де дос болған екен. Соның қызына үйленіп, одан да бір қызы бар. Қазір ол Америкада тұрады екен, аты Роксана. Сары Алмазды Алматының Бағанашыл деген жерінде жерлеген екен. Жерлеуіне бірнеше мың адам жиналған екен. Оны жерлеуге дайындық та жеңіл өтпепті. Әкесінің айтуынша оны Алматыда жерлеуге рұқсат бермепті. Әкесі оған Ресей мен Беларусьтен бір топ орыс ұлтты адамдар келіп, 5000 адам қойып береміз. Қайда жерлеу керек болса, сонда жерлейік деп айтқан екен. Әкесі желтоқсан сияқты бір оқиға қайталанбасын деп, оларға қойыңдар депті. Сөйтіп олар жерлеуге арналған жерді Боролдайдан да, Кеңсайдан да, Алматыдан да қазатын болып, алдаусырату амалын жасапты. Жерлейтін күні әкесі Нәсіпбайдың қасында болатын. Олар оның машинасының қасына келіп, рупормен Қазақфильм жаққа қарай жүр деп айтқан екен. Қазақфильм орналасқан көшесін Нәсеновтың достары 2-3 километр арақашықтықта түгелде өз машиналарын тұрақтатып толтырып жіберген екен. Сонымен органдардың адамдарын жібермей, Нәсіпбайды Алматыда жерлеген екен. Арғырада Нәсіпбайды жерлеген соң әлгі жігіттер оның басында бір ай бойы қастық жасамасын деп күзетіп тұрған екен.